Қаржылық мониторинг агенттігі Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Шығыс Қазақстан және Абай облыстары аумағында орналасқан 7 әлеуметтік маңызы бар нысанның құрылысына техникалық қадағалау жүргізетін Восток инжиниринг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысына қатысты тергеп-тексеру жүргізуде. Компанияның міндетіне құрылыс монтаж жұмыстарының көлемін, сапасын және жобалық сметалық құжаттамаға сәйкестігін бағалау, сондай-ақ дене шынықтыру сауықтыру кешендері, сумен жабдықтау нысандары мен жағалауды бекіту құрылыстарын салу кезінде нақты орындалған жұмыстарды растау кірген. Алайда көрсетілген қызметтер үшін төлем алғанына қарамастан құрылысқа тиісті бақылау жүргізілмеген. Кәсіпорын басшысы орындалған жұмыс көлемдері туралы жалған мәліметтер қамтылған актілерге қол қойып отырған. Тінту барысында мөрлердің көшірмелері мен жалған актілер анықталды. Мемлекетке келтірілген залал 1,2 миллиард теңгеден асты. Компания басшысы іздеуге жарияланды. Сот санкциясымен оған қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.